Ей, жер искеп жата бергеніңді қашан қоясың? Тұр жылдам. О, әлемдегі ең қатыгез сиқыршым. Сіздің мына тоқпағыңыз әбден төзімді тауысты. Мені көрсе ол тоқпақтай кетеді. Қалай шыдаймын? Әне, ойбай, қой дегішімді тентекке. Қабырғамды қайыстырып, саусақтарымды майыстыратын болды әбден. Осы ұрған сайын басым айналып қалады. Ойбай, басым ай. Алақай. Оң қолым оңғай, сол қолым солақай. Бәйтеректі миллион есе кішірейтейік. Балақай. Құдайым-ай, ұртоқпақтан жеген таяғым азып ет. Келе жатыр. Менің көмекшім қорқақ болмау керек. Бергел. Жоқ, мен табанымды жалтыратам. Қазақ батыры келе жатыр. Әміршім, 5 қаруын асынып алған. Маған жан керек. Айбалтаның аспанда олса. Жанды жебенің түйреуі. Мәсаған, залым сылтырша. Май құйрығым-ай, жанымның шырқыраған-ай. Ей, ұртоқпақтарым, мені қорғаңдар. Сиқырлы сандықтағы әскерім, мені қорғаңдар. Шоқпардың ғаламат күші. Манасы кімдер тағы? Басы не деген қатты? Мұнаның қарулары өте мықты екен. Қазақтарда 5 қару деген болады әміршім. Олар ғасырлар бойы осы 5 қарудың арқасында жеңілмеген. Батырлары ер жүрек болады. Қорқу дегенді білмейді бұлар. Қорқақ неме? Менің батырларым қазақ батыры Ертемірді жандырып жібереді қазір. Бәйтерек менікі. Мен оны бәрібір мына сөреге қойып қоямын. Ой! Әміршім, жараңыз асқынып тұрау. Найзағайдың найзасы. Жыламаңыз әміршім, нәзік жүрегіңізге ауыр тиеді ғой. Менің құдіретті әскерім бір ғана қазақ батырын жеңе алмай жатыр. Не деген масқара, ұяттан өртеніп барамын. Өзіңіз шайқаспайсыз ба? Сенің не дегің келіп тұр, ақымақ инелік? Мені өліп қалсын дейсің бе? Маған да жан керек. Шықпаймын кемеден. Алдаспанның айласы. Кел қане, қорқақ темір. Мәссаған, таппасқан темір. Менің алдаспанымның күшін көр. Мәссаған, мен саған жерімнің бір тасын да бермеймін. Қазақ батыры Ертемірді жеңіп көр. Даңқы жер жарған әскерім-ай. Ертемір деген батырға шамаларың жетпеді ме? Бізге дұрыстап дайындалып келу керек екен. Есікті аш, инелік.
Осындай кезді пайдаланып сендердің сазайларыңды тартқызбасам болмас. Жан аямай айқасып, жалғыз өзім талайын жайратқан шығармын. Бірақ ештеңе есімде жоқ, шаршап қалыппын. Я, Телетай, нағыз достар біз сияқты болу керек. Сен болмасаң, мен жеңе алмайтын едім. Бәйтерек. Бәйтерек. Тұмар ханшайым, мен қалағанымды алмай қоймайтын қарағасы сүңгідей албан батырмын. Көрдің бе мынау не? Бәйтерек. Қатты күлмей-ақ қойсаңыз қайтеді, әміршім. Сен сөйлеме, инелік. Біздің қолымызда бәйтерек бар. Сен мақтаған қазақ батырының қолынан түк те келмеді. Ертемір әлі осында ұшып келеді. Ол сен аямай. Ол мені құтқарып алады. Құтқарып? Сені енді менің тырнағымнан ешкімде құтқара алмайды. Мен сені де кішірейтіп, сандығыма салып аламын. Құдайым-ай, менің келбетті бет әлпетімді сақтай көр. Қайда барып қалсам екен? Әлде Ертемірге барып кешіре көр деп жалынсам бекен? Менде намыс жоқ қой, жалына салсам да болады. Не деп күбірлеп отырсың? Әлемдегі ең сиқыршы қатыгез әміршім. Қазақ батыры Ертемір біздің кемеге жақындап қалды. Не? Алақай, алақай. Оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Қазақ батырын жеңетін. Арландарымды шақыр, балақай. Сәл сабыр сақтаңдар, бес батырым. Қазір кеменің ішіне түсеміз. Бәйтеректі сиқыршыдан алып кетеміз. Қасқырды қанша асырасаң да орманға қарап олиды деген осы. Сен бұл арландарды үйретіп қойдым деп едің ғой. Инелік! Иә, әміршім, бірақ бұлар қазақтар ғой. Бұлар қазақтар емес, қасқырлар. Тарихта қазақтар, яғни түркі жұрты түгел қасқырдан тараған деген аңыз бар, әміршім. Бұлар қасқырларды көкжал, арлан деп әспеттейді. Ей, бұл саған не? Тарих сабағы ма? Тез мұна қазақ батырының сазайын беріңдер. Ұртоқпақ! Айдалада, ғарышта ет құсқа жем боламын деп кім ойлаған? Басым-ай, қашатында жер жоқ. Әлде секіріп кетсем екен? Мен сендердің қожайындарыңмын. Инелік! Тез мені құтқарып ал. Әйтпесе жұмыстан шығарып жіберемін. Инелік! Өз еркіммен арыз жазып кетемін, әміршем. Шақшадай басымның арланның аузына таланған елестеткім де келмейді. Біз әлі жерге қайтып ораламыз. Бүгіннен бастап жұмысыңды екесе көбейтемін. Қусирақ! Онсыз да көрген қорлығым аз беді, әміршем. Терім сүйегім өлініп әрең жүрмін. Менің дәрігерге қаралуым керек. Сенің дәрігерің менмін, сатқын инелік. Сен ескертпегенде, біз кешігіп қалар едік. Рахмет, Бабати. Біз дос емеспіз бе? Ұланғайыр қазақтың даласын жаудың қолына бермейтінді білгенмін, батырым.
келесі жолы тұмарды да құтқарып аламыз. Әрине. Сабақтан қалып қалмайық. Сенің ең жақсы көретін сабағың дене шынықтыру шығар, е? Жоқ, математика. Бірақ есеп шығаруға келгенде менің компьютер басымнан артық емес шығарсың. Ал айтшы, 2-ге 2-ні қоссаң неше? 5 болады. Қалжыңдайын досым. Біз сияқты балалар үшін барлық сабақ маңызды. Мына заманда сабақты жақсы оқымасаң батыр бола алмайсың. Кеттік.